Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Тағам ТВ арнасында ең дәмді сникерс пирогын әзірлейміз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа және шекерімізді жақсылап миксермен немесе венчикпен ағарып көпіргенше араластырып аламыз. Осындай аппақ түске енгеннен кейін ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Біркелкі болған массамызға қаймағымызды қосып тағы да жақсылап миксерлейміз. Мінекей, сұйық өніміміз дайын болды. Ендігі кезекте құрғақ өнімімізді дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды, какао және жарты шай қасық ас содамызды қосып жақсылап араластырамыз. Какаоны да міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Кейін сұйық өнімімізді басқа ыдысқа құямыз. Артынша какао қосылған ұнымызды екіге бөліп салып, осындай күрекшемен жақсылап араластырамыз. Күрекшемен араластырып болған соң, қолымыздың көмегімен жұмсақ қылып қамыр илейміз. Міне қамырымыз жұмсақ, біркелкі болды. Енді осыны екі бөлікке бөлеміз. Бірі кішкентай, біреуі үлкен болуы тиіс. Қамырымызды кішкене уақытқа тындырып қойсақ болады. Оған дейін біз салмамызды дайындаймыз. Қою варенка мен арахисімізді жақсылап араластырып аламыз. Пирогыңыздың салмасы ағып кетпесін десеңіз, онда жақсы қою деген варенка пайдаланыңыз. Кейін табамызға бағанағы үлкен бөлікті қамырымызды бортик қылып жасап жайып шығамыз. Одан кейін салмамызды салып біркелкі қылып жаямыз. Мінекей біздің салмамыз біркелкі болып жайылды. Ендігі кезекте бағанағы кішкентай бөлікті қамырымызды оқтаумен жайып шығамыз. Біз бұл кішкентай қамырды пирогымыздың үстіне кесіп жаямыз. Жаю барысында кішкене ұн қолдансаңыздар болады, жабысып қалмас үшін. Жайылып болған қамырымызды арнайы иректеп кесетін пышақпен кесіп алдым. Пирогымыздың жандарын енді бүгіп шығамыз. Пирогымыз дайын болды. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен сникерс пирогын міндетті түрде әзірлеңіздер. Салмасы да өзін ұстайды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, алда жаңа рецепттер шығатын болады. Сіздермен бірге Тағам ТВ арнасы. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.